Отбасы салттары: айттыру, сырға салу. Ұлын үйлендіргісі келген ата-ана келін болуға лайықты қыз құрастырады. Екі жақтың тұрғылас тең болуына ерекше мән береді. Әсіресе қыз баласының бос болуын негізге алады. Бұл жағынан қазақ дәстүрі Әбу Хурайрадан радиаллаху анху келген мына бір хабардағы пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисімен сәйкеседі. Бір мұсылман екінші бір мұсылман бауырына хитба жасаған айттырған қызының үстінен хитба жасамасын деген хадис имам Бұхари, Муслим, Нәсаи жеткізген. Ұлына жар таңдаған ниетін білдіруге қалыс адамды өкіл қылып жіберген немесе қыз көруге арнайы өзі барған. Кейбір ескеретін жайттар құдаласпай тұрып үйленетін қыз бен жігіттің бір-бірін көргенін. Өйткені Жәбірден радиаллаху анху жеткен келесі хадисте пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: егер сендер бір әйелге құда түсетін болсаңдар, мүмкін болса қарауға рұқсат етілген жеріне жүзі мен қолдарына қарап алсын деген. Имам Абу Дауд. Ал қызды көру жеке екі ара ғана болмау керек. Қыздың қасында махрамдары болуы тиіс. Қызын көруге келген адамға қыздың шешесі: қызды кім айттырмайды, қымызды кім ішпейді, қызымның басы бос деген сынды сөздерімен қарсы емес екенін емеуреніп білдірген. Қызды айттыруға келген тарап екі үкі тағу, сырға тағу сынды жоралғыларды жасасқан. Осылайша екі жақ келіскен жағдайда баталасып сөз байласқан. Құдалық туралы уәделескен соң қалыңмалы бірте-бірте төленеді. Айттырылған қызды қалыңдық дейді. Қазақта әлі дүниеге келмеген балаларын не бесікте жатқан кезде де атастырып қоятын да ғұрып болған. Бұрын көңілі жақын адамдар, жақын достар әлі дүниеге келмеген балаларын сізден қыз, бізден ұл туса құда боламыз деп уағдаласқан. Жігіт көңілінен шыққан қызды оның ата-анасынан тікелей сұрайтын ғұрпы сүннетпен үндеседі. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын Айша анамыздан әкесі Хазіреті Әбу Бәкірдің радиаллаху анху өзінен қолқалап сұраған. Мұсылмандық дәстүрде қыздың келісімі жүрек қалау болуы ескеріледі. Құдалық: қазақ дәстүрінде ата-анасы баласының алдында 4 үлкен міндетті өтеуді қажет деп санаған. Біріншісі баланы сүндетке отырғызу, екіншісі ауыл молдасына беріп сауатын аштыру, үшіншісі қалың малын беріп үйлендіру, төртіншісі үй тігіп еншісін беріп бөлек шығару. Ата-ананың мұраты ұлды үйлендіру, келін түсіру, қызды ұзатып құтты ұясына қондыру. Құдалық бір-бірінде жалғас қыз айттыру, құда түсу, ұрын бару, қалыңдық ойнау, құда шақыру, келін түсіру секілді тағы осы ғұрыптардан тұрады. Қазақ ұлын ертерек аяқтандыруға тырысқан. 13-те отау иесі деген Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын бір хадисінде былай дейді: егер сіздердің қыздарыңа діндар, мінез-құлқы жақсы бір жігіт құда түсіп келсе, оған тұрмысқа беріңіздер. Олай жасамасаңдар, жер бетінде фитна жайылып үлкен бүлік шығады. Ибн Мәжа риуаяты. Ал қазақ тең келсе тегін бер деген келесі хадисте Хатим әл-Асан былай деген екен: асыққан шайтанның ісі. Асығу тек мына 5 жағдайда ғана, өйткені ол пайғамбардың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын сүннеті келген қонаққа ас беру, мәйітті атандыру, балиғатқа толған қыз баланы ұзату, қарызды қайтару, істелінген күнәға тәубе жасауға асығу. Қазақтың құдалық салтындағы атқарылатын жоралардың бірі құдаларды күтіп алып күту, құдаларды аттандыру. Құдаларды үйдің алдына қарсы алып төс қағысып амандасқан. Үйге кірерде арқан кірер ауыл көрімдік кәделерін берген. Оларға арнайы мал сойып құда табақ тартылған, ән айтылып өнер көрсетілген. Ұлдар жағы да өз өнерлерін көрсетеді. Құдалар айтылған әзіл күлкіге құда-тартар ойынына ашуланбай әзілмен жауап қатқан, тиісті кәделерін беріп құтылған. Басы жоралардың бірі тек құйрық бауырдан жасалған тағам қойылған. Құда түсер тойына кеуде бәйге, күрес ұйымдастырып жыршылық шақыратын айтысқа түсіп көңілі салтанатты деңгейге көтерілген. Қалыңдықты атандырар алдында ұзату тойы салтанатпен өткізілген. Қыз ұзату тойының соңында жар-жар өлеңі айтылады. Тарихи Құрбанғали Қалиде жар-жар өлеңінің бір нұсқасын былай жеткізеді: бисмилля деп бастаймын, жолыңа болсын енді барып қыз беруді сүннет деп айтқан екен пайғамбар, ата-анам қалды деп иә шырамыз қылмазар. Қазақта қалыңсыз қыз болса да кәдесіз қыз болмайды деп түрлі сый-сияпаттар, ақшалар берілген. Той қуаныш. Қазақта той құдайдың қазынасы дейтін нақыл бар. Тойдың сәні ән жыры. Үйлену тойында айтылатын дәстүрлі өлеңнің бірі
ау шадияр он дейді, қызды кер тон дейді, құп жарасып қосылу пайғамбар салған жол дейді, деп үйленудің, отбасын құрудың сүннетке сай мұсылманшылық жол екенін бабаларымыз жастардың есіне салып отырған. Ал шариғатта той жасау туралы пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху үйленген кезде бір қой болса да сойып той жаса деген. Сонымен қатар Сахих Бухариде Айша анамыздан радиаллаху анху келген хадисте аңсарларының бірі үйленген кезде өлең айтып дауыс көтергендерін естіген уақытта пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, оларға тыйым салмады, керісінше бұл некелесу бұзғындық емес деді. Яғни үйлену рәсімдері адамдарға жария түрде өткізу сүннет болып саналады. Қалмал деп ұзатылар қыздың жасауына кіретін төсек орын, кілем, кемет, сырмақ, әшекей бұйымдар, алқа, сақина, сырға белгізек, өңіржек, балдақ қобдишасына қояр, иіссу, тарақ, ине, жіп, жуалдыз, оймақ сандығына салар, сәукеле, салы орамал, қарқара, бүрмелі, көйлек, етік, кемер, қамзол, желбегей, жапан, ғамшат, бөрік, табысы әйелге қажетті заттарды дайындау үшін берілген 4 түлік мал мен әртүрлі бағалы дүниелерді айтамыз. Қазақстан Кеңес үкіметі 1920 жылы қалыңмалды жою туралы арнайы декрет шығарды. Осыған байланысты еліміздің кейбір аймақтарында қалыңмал төлеу үрдісі жойылып кетті. Бүгінгі күні қалыңмал осы ескі мазмұнын сақтағанымен заман талабына сай біршама өзгеріске ұшырады. Қалыңмал үрдісін жоғалтпаған өңірлерде үй жабдығына кіретін жиһаздар, кебеже, диван, төсек орын, тұрмыстық техникалық құрылғылар, теледидар, шаң сорғыш, тоңазытқыш, ыдыс-аяқ тағы басқа бұйымдар әзірлеу үшін қалыңмал төленеді. Кезіндегі әз-тәукенің жеті жарғы заңында қалыңмал өлшемі әлеуметтік топтардың дәрежесіне қарай белгіленген. Мысалы, басты жақсы 77, 47, 37, 27, 17 дөңгелек қалыңмал, сондай-ақ ірге басар тонбау, әкенің күші, сүтақы, той, мал, өлі тірі, кәде, жеңге, көйлек, киіт, шас, сипатар, ошақ қазар, бұзапыл, табысы зоралы болған. Оның ішінде бас жақсы қалыңмалдың ең жоғарғы шегі саналған. Бәйге мен көкпарда бас жүлде алып жүрген сәйгүлік, бірін мылтық, құрыш, сауыт, атан түйе немесе күшті туылғалы қара нары енген. Бас жақсы қалыңмалын төлеу көбінесе дәулеті шалған ауқатты отбасылардың арасында неке қатынастарында орын алған. 47, 37, 27, 17 өлшеміне қара мал саны кірген. Ал дөңгелекті қалыңмалы 15 қара мал кірген. Бұл әлеуметтік жағдайды өте төмен отбасылардың арасында қалыңмал өлшемі саналған. Сонымен қатар қазақта күш күйеу деген ұғым бар. Егер отбасын құрған ниетте, егер адамның әлеуметтік жағдайы дөңгелек қалыңмалды төлеуге де шамасы жетпесе, онда күйеу жігіт қашан дөңгелек қалыңмалдың өтелгенше немесе қайын-атасы қалыңдықты алуға рұқсат еткенше қайын жұртына қызмет ететін болған. Шариғатта мәһрдің жоғары шегі көрсетілмеген, бірақ Ханафи ғұламалары мәһрдің төменгі шегі ретінде 10 дирхем күмісті белгілеген. Малики ғұламалары мәһрдің төменгі шегі деп 3 дирхем, мәһрдің төменгі шегі деп күміс. Ал Шафиғи мен Ханбали ғұламалар мәһрдің төменгі шегін көрсетпеген. Қазақ дәстүрінде қалыңмал саналмағанымен, бірақ қалыңмалдың ажырамас бөлігі ретінде қарастырылатын кәделер бар. Ілу. Күйеу жігіт қалыңдығына алғаш рет барғанында күтіп алып қызмет қылған қайын жұртына беретін сыйлық. Ірге басар. Күйеу жігіттің қайын жұртына алғаш барғанда кілем жабады немесе шашу береді. Тоңбау. Күйеу жігіттің туыстары іліп қонақ күткен бауызды құдалар сыйға беретін шашу немесе ақша. Әкенің күші. Күйеу жігіттің әке-шешесі бас құдаға қызды дүниеге әкеп өсірген үшін беретін құл-құйрық немесе ақша. Сүт ақы. Күйеу жігіттің әке-шешесі мен бас құдаға немесе сүт анасына қызға сүт емізген үшін беретін сыйлық немесе ақша. Тоймал. Қалыңдықтың ұзату тойына апаратын мал. Кәде. Күйеу жігіттің қайын жұртына барғаны беретін түрлі сыйлықтар. Қазақта қалыңсыз қыз болса да кәдесіз күйеу болмайды дейді. Киіт. Күйеу жігіттің әке-шешесі және туыстар құдаларына 9 сананы тұратын киіт береді. Қалыңмалды құрайтын бұдан өзге де шаш, сипатар, ошақ қазар, бұзапыл, табасы, кәде сыйлықтары бар. Кәде мен сыйлықтардың көлемі күйеу жігіт мен қалыңдықтың әлеуметтік жағдайына қарай белгіленген отырған. Сондай-ақ еліміздің әр аймағында сан алуан түрлері болған. Жалпы қалыңмалды шариғатта күйеу жігіттің қалыңдығына беретін мәһр сыйы деп есептеуге болады. Негізінде мәһр әйелдердің күйеуінен алған сыйлығы. Ол әйелдің тәуелсіз мүлкі. Күйеу жігіт берген қалыңмалдың мөлшеріне қарай жасалынатын қыздың жасауы да әйелдің жеке мүлкі саналады. Егер әлдебір себеппен қыз өз жұртына қайтарылатын болса, жасауымен бірге қайтарылған. Осы себептен де қалыңмалды беруді шариғатқа қайшы емес деп айта аламыз. Мәһр мен қалыңмалдың айырмашылығы.
Мәһір тұрмысқа шыққан қыздың ақысы, әкесі немесе атасы қыздың атынан мәһірді қабылдай алады, бірақ оны өздері иелене алмайды. Мәһірді иелену тек қыздың өзіне ғана тиесілі. Ал егер қыз өз ризашылығымен берсе, ата-анасының оны алуына рұқсат. Қалың мал қыздың ата-анасына беріледі. Қалың мал ретінде ақшаға ата-анасының қыздың жасауын яки қажетті заттарын алуға қолданса, оны мәһір деп қарауға болады. Алайда қалың малды қыздың әкесі алып өз жеке қажеттері үшін қолданса, мәһірге саналмайды. Имам Абу Ханифаның әрі өзге де ғалымдардың пікірінше, қыздың әкесі күйеу жігіттен мәһірдің тысында ақша талап етуге хақысы жоқ. Бірақ күйеу жігіттің өзі көңілі қалауымен қыздың ата-анасына сый-сияпат беруіне тыйым салынбаған. 7 ада сақтау дәстүрі. Қасиетті Құранның Ниса сүресінің 23 аятында үйленуге қарам етілген әйелі туралы ашық баяндалған. Ислам тарихында екінші халифа Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху жақын туысқандарына үйленуді әдетке айналдырған. Бәни Сәйіптерге аурушаң кем-кетік туылу болып сақталып кеттіңдер, алыстан қызды жатыруға беріп, жатырудан алыңдар, некелесіңдер деп әмір ету жақын адамдар арасында шахуат қалауынан аз немесе әлсіз болатындығын білдірген. Бұл әлжуаз ұрпақтың дүниеге келуіне арқау болады. Медицина ғалымдарының докторы Ғизудин Фараж жақын туысқандардың арасында некелесу сол отбасында тұқым қуалайтын ауру және жаман қасиеттердің өмірге келген баланың бойында арта түсуіне себеп болады. Ал жат кісілер арасында некелесу бұл тұқым қуалайтын ауру немесе жаман қасиеттерді азайтады деген. Демек қазақ халқында араға 7 ата салып қыз беріп қыз алысудың да төмендегі екі мақсат көзделген болуы мүмкін. Ұрпақтың аурушаң болып сақталып кетпеуі, араға 7 ата салып алыстап бара жатқан туысқандықты қайта жаңғырту. Қыздың жасауы. Халқымыздың ежелден келе жатқан салттардың бірі ұзатылған қызға жасау беру. Ислам құқығында қыздың жасауы өз алдына жеке тақырып ретінде қарастырылған. Себебі қыз жасауы материалдық құқық болып табылады. Тұрмыс құрған қыздың артынан жасау апару керек пе? Қыздың жасауын кім әзірлеу тиіс? Қыздың әке-шешесі ме, әлде күйеуі ме? Қызға берілген мәһірге жасау дайындалу керек пе? Ерлі-зайыптылар ажырасқан жағдайда қыздың артынан келген жасауда мүліктер кімнің иелігіне өтеді? Міне осы секілді тақырыптар ислам құқығында қарастырылып, жауаптары нақты айтылған. Ханафи мазхабында әйел өзіне берілген мәһірмен немесе өзіне тиесілі дүние мүлкімен жасау дайындауға міндетті емес. Әкесінің де өз мүлкіне қызына жасау беру парыз етілмеген. Қалыңдық күйеуінің үйіне жасаусыз да күйеу жігіттің берген мәһір мөлшеріне сай келмейтіндей жасаумен да бара алады. Өйткені тұрмысқа шыққаннан кейін оны тұрмысқа қажетті нәрселерді қамтамасыз ету күйеуінің міндеті. Үй мен үй жабдықтары да осы міндеттің қатарына кіреді. Бірақ күйеу жігіт жасау үшін де қалың мал берсе, қыз жақтың соған сай жасау дайындау қажет. Сонымен қатар мәһірдің қалың малдың бөлек екенін ескерген жөн. Жасауды қыздың ата-анасы өз қаржысына жігіттің мәһір ретінде берген қаражатын немесе жасау дайындалуы керекті айтылмай, берілген қалың малдан дайындалса, бұл дүние мүлік қыздың меншігі саналады. Күйеу оны тек қана әйелінің рұқсатымен ғана қолдана алады. Мұндай әйелі күйеуінен ажыраса немесе күйеуі қайтыс болса, өз дүние мүлкінің түгінде қайта алуына құқылы. Ал егер қыздың артынан келген дүние мүлік жігіттің жасау үшін арнайы берген қаражатымен дайындалса, онда бұл дүние мүлік жігіттің меншігі саналып, ерлі-зайыптылар ажырасасындай жағдайда толықтай жігіттің өзіне қалады. Әрине, қыздың ең қымбат жасауы мен әшекейі оған берілген ілім, әдептілік, тәлім-тәрбие, көркем мінез екенін де ұмытпаған жөн. Бойжеткеннің жарының үйінде апаратын ең қымбат нәрсесі ара мен абыройы, әдебі мен көркем мінез құлқы. Тұрмыстық заттардың кемшілігінен орнына толтыруға болар, алайда әдеп пен тәрбиенің орнын толтыру бек қиын. Беташар. Қазақ халқының беташарды жайында жазушы Мұхтар Әуезов қазақ халқының эпосы мен фольклоры деген зерттеуінде беташардың алатын орны мазмұндық ерекшелігін анықтаған. Беташардың қандай жағдайда қашан қалай айтылатынын сөз ете келіп, Әуезов бұл өлеңнің танысқыштық, тәрбиелік және көркемдік мәнін ашқан. Мұның тұрақты мәтіні болатыны, онда қазақ отбасына жаңа түскен келінге арналатын өсиет мен міндет іріктеліп көрсетілетіні, жас келіннің жаңа келген еліне әдепті, еңбекшіл, өнегелі, үлкен және кішіге ізетті болуға тиістілігін ғибрат ескертпелерінде берілетіні айтылған. Беташар өлеңде отбасында үлгілі әйел қандай болу керектігі туралы халықтың ғасырлар бойына қалыптасқан әдет нормалары, өнеге тізбегі, адамгершілік дүниетанымы, әйелдердің адам тәрбиесіндегі айрықша орны көрініс тапқан. Қазірге дейін айтылып қажеті жарап келе жатқанда бұл өлеңдер өміршеңдігі көрсетеді. Сейіт Кенже Ахметұлы Жеті қазына атты кітабында беташарға мынандай анықтама береді. Жаңа түскен келінді беташар дәстүрі жасалмай ешкім көре алмайды. Оны көру үшін әдейі беташар жасалады. Оған тойға жиналған туғандар тегіс қатысады.
тегіс қатысады. Мұнда беташар жыры айтыла отырып келінге оның атасы, енесі, басқа туыстары таныстырылып келін оларға сәлем жасайды. Сәлем жасаған адамдар көрімдік береді. Бұл ашатын жігіт ән-жырды елдірте көңілді жыр төгу керек. Келіннің келді көріңіз, көрімдігін беріңіз, анау-мынау демеңіз, түсін айтып қойыңыз деп басқан әнші жігіт жас келіннің аталған жақындарына лайық әзіл-қалжыңдарын араластыра көрімдік сұрап жұртты көңілді күлге қарқ қылады. беташар тойдың басы әрі сәні жас келіннің жаңа өмірге бет алғанын білдіретін қызықты салтанатты жақсы дәстүрлердің бірі. беташардың орындалу рәсімі мазмұны беташар айтушыға аса үлкен жауапкершілік жүктейді. Бұл дәстүрдің қадір-қасиеті көп болғанды соншама ол туралы қазақтың ұлы ғұламалары жырлаған болатын. Мұхтар Әуезов беташары тағы да мынандай пікір берген: әдет-ғұрып заңдарын бас-басына санап көрсету жағынан беташар орыстың домострой атты көне өлеңіне ұқсас, бірақ қазақ өлеңінде бәрі де келінге аналар десе халықтың бетін бүркеп келетін орыс ғалымы Еремина орыс халқында мысалдар арқылы, яғни орыс қызында басына жартылай жібек желең жамылатын ежелгі мифтік санамен байланыстырады. Араб тілі, Құран тілі. Әлемде шоқтығы биік тілдердің бірі араб тілі екенінің бірден-бір көрінісі. Адамзатқа тура жол көрсетуші, қияметке дейінгі өмір сүру жүйесі Құран кәрімнің араб тіліне түсуі. Бұл аталмыш тілге берілген ерекше мол шарапат және ерекше құрмет. Араб тілі жайында Құран кәрімде оннан астам жерде зікір етіледі. Алла тағала Құран кәрімде айтады: расында біз бұл Құранда адам баласына әртүрлі мысалды олар үгіт алу үшін келтірдік. Бұл мүлтіксіз бір арабша Құран, әрине олар сақсынар. Басқа бір аятта ап-ашық бір араб тілінде делінген. Бұл аят араб тілінің басқа тілдермен салыстырғанда көш ілгері екенін дәлелі. Өйткені Алла тағала араб тілін сипаттағанда баян сөзін қолданған. Баян сөзі ашық, анық, айқын, қасиетті деген мағыналарды білдіреді. Алла тағала осы тілді асықтатып Құран тілі етіп таңдаған болса, бұл тілді үйреніп басқаға үйреткеннің сауабын елесуді қиын емес шығар. Өйткені бұл тілді үйрену арқылы Алланың сөзі Құранды түсінеді және басқаның да осы білім бұлағына сусындауына себеп болады. Құранмен амал жасалынып, адамдар арасында әділдіктің орнауына өз үлесін қосады. Бұл тілді үйрену арқылы адам баласы пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын мен оның сахабалары сөйлеген тілімен сөйлейді. Оның сүннетіне амал жасап, ғибратты өсиеттеріне сусындайды. Араб тілін үйрену, оны меңгеру шариғат ілімдерін түсінудегі негізгі құрал. Өйткені шариғат ілімдерін түсіну араб тіліне тікелей байланысты. Екінші бір адамға араб тілін үйрету, ол дін ілімдерін исламды үйретумен пара-пар. Пайғамбарымыз хадис шарифінде кімде-кім қайырлы нәрсеге нұсқа, соны жасағандай сауап алады деген. Егер кімде-кім араб тілін біле тұра ешбір себепсіз басқаларға жаюға асықпаса, Алланың шексіз сауабынан махрұм қалады. Себебі ол Алла жолында шақыруға тосқауыл болғандай. Исламдағы барлық құлшылық араб тілімен байланысты. Тіпті кейбір құлшылық араб тілінде орындалмаса қабыл болмайды. Әрбір мұсылманның көзінің қарашығы болған намаздағы сүрелер, дұғалар тек араб тілінде оқылады. Араб тілі сонымен қатар өркениет, мәдениет, ғылым тілі. Исламның алтын ғасыр деп аталатын ғасырларда араб емес қауымдар үшін араб тілін үйрену, сол тілде сөйлеу үлкен мәртебе, абырой болып саналатын. Сол кездегі аса құнды әдебиеттер, ғылыми еңбектер мен жетістіктері тек араб тілінде жарық көретін. Қазіргі замандағы сан алуан саладағы ғылыми жаңалықтардың бастауы, оның алғашқы дәнегі араб тілінде пайда болған және жазып қалдырылған. Құран кәрім мен сүннет өз кезегінің араб тілінің 15 ғасыр бойы еш өзгеріссіз сақталуының бірден-бір кепілі. Сол себепті ілгерідегі сәләфтар араб тіліне ерекше мән берген, бірегей жүйе қалыптастырған. Араб тілі жайында Омар ибн әл-Хаттаб, Алла одан разы болсын, араб тілін үйреніңдер, өйткені ол діннен, және мирас ілімін үйреніңдер, өйткені ол діннен деген. Имам Шағби араб тілінде жайында наху, ол тамаққа қосылған тұз секілді, онсыз ештеңе жүзеге аспайды деген. Имам Шафии араб тілді қағидалар бойынша жауап бермейінше фих мәселесін сұрамаймын десе, имам әл-Касаи кімде-кім наху ілімін терең меңгерсе, барлық ілімдерге жол ашылады дейді. Араб тілінің ерекшелігі сол, сөйлемдер тіпті бір әріп түгілі бір қарекетте өзгерсе, түгел сөйлемнің мағынасы өзгеріп шыға келеді. Мысалы, бір арастарын деген сөздің араб тілінде мыңға жуық мағынасы бар. Құран аяттары мен хадистеріндегі бір әріптің мағынасы дін ғалымдарының әртүрлі қолданыстарда пайдаланылуы мүмкін. Осындай себептерден ислам заңдарына бір мәселені бірнеше түсіндірмесі пайда болады. Діни дәлелдер тек араб тілінде келтіру арқылы толық жүзеге асқан болып саналады және сенімділік әрі
кәрімде біз білгенімізге ғана аяқпыз, сондай-ақ біз көместі білмейміз деңдер дейді. Сол себепті дін атынан сөйлеп үкім беретін адам араб тілін білуі ләзім. Араб тілін Алла разылығы үшін үйрену, сөйлеу адамның ақылына, мінезіне, дініне әсер тигізеді. Құран аяттарының бірі сөзін түсініп оқыған адамның сауабы, түсінбей оқыған адамның сауабынан әлдеқайда көп. Пайғамбарымыздың оған Алланың саллаллаху алейхи вассалам болсын хадистерін, өмірбаяны, сахабалардың өмір жолдарын араб тілінде оқу арқылы адамның ойлау жүйесі, мінез-құлқы өзгереді. Имам Шафиғи кім нахуды оқыса мінезі жұмсарады деген. Араб тілі қасиетті тіл болумен қатар ең бай тілдердің бірі. Адамға қатысты сипаттар, оның көңіл-күйін қазақ тілінде бір сөзбен сипаттау шектелсе, араб тілінде оннан астам синоним болуы мүмкін, және әрбіреуінің өзіндік қолдану жолы, мақсаттары бар. Араб тілінің ерекшеліктерінің бірі бір сөзден жүзге тарта сөз туындауы мүмкін. Араб тілі әлемнің барлық тілдеріне өзінің әсерін тигізген. Сол әлем тілдерінің ішінде қазақ тіліндегі сөз қорында алар орны ауқымды. Сан ғасырлар бойы қолданысының әсерінен түбі өзгеріске ұшырап, қазақ сөздерінің құрамында сіңісіп кеткен. Мысалы, сабын, тағылым, ғалым, дәлел, шүбә, тәуекел, қасапшы, балта, мәжбүр, мысал, нұқсан, мешіт, кәміл, сабыр, халық, ақпарат, бұлбұл, адам, әулет, шежіре, әлбетте, ажал, мал, мүлік, әсер, тағы басқа сөздер араб тіліне енген. Араб тілін үйрену әрбір мұсылман үшін мұстахаб, абзал болған амалдардан. Ал діннің таласына жүрген имамдарға, ұстаздарға араб тілін үйрену ол заман талабы. Оның дін насихатына негізі құралы әрі дәлелді. Уағыз насихат барысында діни дәлелдерді араб тілін келтіру арқылы ғана тыңдаушылардың жадында сенімділік, тыныштық орнайды. Алла дінімізді үстем қылсын.